Бетке келіп ойма. Өзім ішпестен бұрын, айналам бәрі туып, өзі жүруім невозможно. Өзім ішпестен бұрын. Тауықтарыма обедтер болайын деп шықты. Қолымда мына мұт міне. Ертеңнен бері қызым қолдарына үйде ол. Қияды бұл жаман қияды. Бірдеңелерді жабыстырады. Ол үшін сұрт шығарамыз. Молодцы, келіңдер. Күнде бір-екі жұмыртқадан туады, соның өзі пайда біздерге де. Тамақ берген үшін бір жұмыртқаны қалтаға салып кеттім. Қойларымды қара жүрейін деп. 5-6 қой болса да, әйтеуір шүкір, болып жатыр жайлап үйкі. Сонымен бізге қане, туғаншысыздар ма? Міндетті түрде жұмыстан келген екен. Осы қойлардың көтендерін қараймын. Сосын тауықтарыма жем саламын, обед беремін. Сосын дальше өзіміздің тамағымызды ішеміз. Бұлар уже жем сұрап тұр, обедтің уақыты ғой. Осындай мезгіл нағыз малдардың кішкене қышынатын, баспақтарға бұзау тас түсетін кезеңдері. Бұл кезде міндетті түрде отағасым укол беріп, оларға дәрі беріп, кішкене емдеп аламыз. Бірақ кейіннен күн жылынып, көкке шыққаннан кейін бәрі де тым қалмай кетіп қалады. Обедкі жұмыстарын бәрін аяқтап болып, жұмысқа барып, жұмыстан қайтып келе жатқан бойым. Күн деген аязақ, жаяу барып жаяу келген мықты қиындау, бірақ дегенмен уже әбден үйрендім. Ойымды саралаймын, неше түрлі армандарыма қол жеткіземін деген сияқты ойша. Сөйтіп келдім де кешкі малдың жайына кірістім. Қораға келіп жатқан сиырларды тұрғызып, алдарындағы бұзауларын шешпек болдым. Бірінші сиырымды өзімше ояттым да тұрғызып, бұзауын шештім. Бұзауын шешсем, бұзау тұрмайды. Аң-таң қатты қорқып кеттім. Видеодағы даусым сол қорқыныштың дауысы ғой. Айқайлап жүрмін, жоқ, тұрар емес, басынан тарттым, тұрар емес, көсіліп, 2-4 аяқты созып жүрген шатыр бұзау. Ендігі айттым, тағы да бір бұзау ауырып қалды. Енді не істеймін, осы алдында ғана бір бұзау ауырып, ол енді шала туған, ақыры тірілте алмадық, өліп қалған болатын. Енді мына бұзаудан да айырыламыз ба деп жаным шығып кете жаздап, бірақ бұзау сау туды. Екінші бұзауды барып ояттым, екінші бұзауым барып тұрып, мамасын еме бастады. Енді мына бұзауға қайтып келдім. Бүткіл көңіл күйім түсіп кетті. Жұмыстан келгелі бері көңіл күйім жақсы еді. Мына бұзауды көріп көңіл күйім түсті де кетті. Әрі әуреледім, бері әуреледім. Көріп тұрғандарыңыздай басында жіп шешіп алып тартып жүрмін. Жоқ, тұрар емес, көз жылтырап, әрі жатыр, бері жатыр. Артқы 2 аяқты созып жүріп, алдыңғы 2 аяқты жазбайды ғой. Мықты уайымдап кеттім. Негізі малды өбектеп бақасын жерде олардың амандығын тілеп отырамыз, өзіміздің балаларымыздай қараймыз, әлсінесін дәрілерін береміз, уколын егеміз деген сияқты. Сондықтан малды көбейткенге келсе ауырмаған тілесін әрине. Бірақ енді мал шығынсыз болмайды, арасында болып тұрады. Бұзау тастап кетіп жатқан жағдайлар болады. Соның бәріне төзе білу керек. Содан не керек, бұзауларымды емізуге қойдым да, сыртта тұрған қойларды кіргізуге кірістім. Бұл қойлардың көбісі тұтуайын деп тұр. Бірақ енді қатты көп емес дегенмен, оларда бізге әлде қайда пайда болады. Сөйтіп тұрсам, мына жерде шұбырып, артқы обедкілерді жеуге жылқылар кетіп бара жатыр екен. Жылқылар қазір енді күн аяздағалы ауылдың айналасында осылай қалдық шөптерді жеп жүр. Сонымен не керек, кіргізген қойларымды ары қарай қораға қарай айдадым. Қораға барып бұлардан естерінен ауысып, орындарын таба алмай жатыр ғой. Жалғыз адам айдаған кезде өстеді ғой. Ана аулаға кірмейді. Айқайлап, бері айқайлап, әрі айқайлап, әйтеуір түсіндірдім-ау. Сөйтіп, бірінің артынан бірі ілесіп, әйтеуір кіруге тырысып, біреу әрі кетті, біреу бері кетті. Сонымен не керек, қойлардың бәрін орнына қамадым. Бүгін папамыз жұмыста болғандықтан бұл шаруаның барлығы маған қарап тұрды. Сонымен бұл шаруада тәмам ауласын байлап, бұзауларымды орындарына байлап деген сияқты шаруаларымды тәмамдадым. Bir кезде енді болып жатсам, папамыз жұмыстан келіп жатыр. Мен саған не әкелдім подаркаға дейді. Ойлай, 8 март келе жатыр, маған күшті подарка келген екен деп үңіліп барсам, қапшықтан мынадай әтеш шығарып жатыр ғой. Жұмыс жақта біреудің үйіне барған ғой, барса біреудің ауласында осындай әтеш жүрген. Маған сатшы деп содан сол әтеш сатып алып кетті. Пародисті әтеш ба, аяқтарында жүндері бар ма, бір түрлі енді. Өзімізде 2 әтеш бар, енді мына 3-ші әтеш болды. Ал құтты болсын. Жаңа әтеш барлығымен табысып, айқайласып, жұлысып жатыр. Енді қашанға дейін төбелес болатын Құдайым білсін.